Менің әжем өте керемет адам, және ол түрлі дәмді бәліштер дайындайтын. Мен оның бәлішін қатты жақсы көретінмін, және қатты керемет мақтап қолпаштап жейтінмін. Және де ол бүгін басқаша бәліш пісірді. Яғни ол вареньемен бәліш пісірді. Анам да оның бәліштерін қатты ұнататын, өйткені олар шаймен ішкенді жақсы көретін. Әкем де оның бәлішін мақтап қолпаштап жейтін. Бәріміз де әжемнің бәлішін жақсы көретінбіз. Және анам екеуміз көшеден келе жатырмыз. Үйге бардық. Асхана іші тып-тыныш. Әжем жоқ. Әжемді таба алмадым. Әкемнен сұрайын деп едім. Әкем газет оқып отты. Бөлмей қояйын деп сұраған жоқпын. Сөйтсем, әжем асханада бәліш пісіріп жатыр екен. Ол басқаша бір бәліш пісірді. Және де оның түрі біртүрлі болды. Оны маған ұсынды. Тек қана маған ұсынды. Бірақ басқаларына берген жоқ. Сосын бір бөлігін кесіп алдым да, жейін деп, жегім келіп, көшеден қарным ашып келді. Сөйтіп, енді жей бере келе, оның астынан қорқынышты қол шықты. Мен қатты қорқып жыладым, өйткені ол қол өте қорқынышты болатын. Және де анам келіп не болғанын сұрады, ал мен тілден қалдым. Өйткені қатты қорққаным соншалықты анама ештеңе де айта алмадым. Біраз уақыттан соң анам маған әжемнің қайтыс болғанын ескертті. Барлығымыз қайғырдық, мен де жыладым. Мен әжемді жақсы көремін, бірақ та ана қолдан соң қорқып кеттім.